Қазақстан билігі сіз бен біздің жеке дерегімізді Ресей мен Қырғызстанға бермекші ме? Жақында баспасөз беттерінде мынаған ұқсас материалдарды көрген шығарсыз. Медианың хабарлауынша Қазақстан, Қырғызстан және Ресей өз азаматтарының жеке дерегін алмасу туралы келісімге қол қойған. Бұл рас па? Тексеріп көрейік. Расымен Қазақстан, Ресей және Қырғызстан сіз бен біздің елге кіруге рұқсат жайлы миграциялық есеп деректері, виза, азаматтардың мүлкі, сотталғаны не сотталмағаны және жауапқа тартылуы, сондай-ақ жеке басын растайтын құжаттар туралы деректерді алмаса алады. Биыл 21 маусымда Қырғызстан бұл келісімді ратификациялаған 3-ші мемлекет болды. Мұны ратификациялау туралы келісім 2020 жылы 18 желтоқсанда ТМД Қауіпсіздік кеңесінің отырысы кезінде болған. Биыл 21 маусымда Қырғызстан келісімді ратификациялаған 3-ші мемлекет болғанын жаңа айттық. Ал Қазақстан мен Ресей мұны ертерек, яғни 2022 жылы 1 сәуірде және 2021 жылы 19 қарашада ратификациялаған. Жалпы жеке дерек деп жеке тұлғаға тікелей не жанама қатысты, не сәйкестендірілген, не сәйкестендірілуі мүмкін кез келген ақпаратты айтуға болады. Каналға тіркел, лайк бас және бұл туралы не ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз. Келесі кездескенше.